Қайырлы күн құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі биік болып көтерілетін қол жетімді заттардан жасалатын пирог дайындайтын боламыз. Бұл пирог бізде айраннан жасалады. Үйге күнделікті шаймен ішкенге де немесе қонақ келген дастарханға ұсынсаңыз да ұялмай қоюға болады. Кәнекей бірге жасап көрейік. Ең алдымен қолданатын ыдысымыз құрғақ әрі таза болу керек. Соның ішіне 3 жұмыртқаны жарып, үстінен құмшекерімізді сеуіп, жақсылап миксермен араластырамыз. Қолданатын миксерімізде құрғақ болу керек. Сол кезде жұмыртқамыз ағарып әдемі болып көтеріледі. Аппақ болып көтерілгенше 1-2 минут араластырамыз. Жұмыртқа мен айран бөлме температурасында тұрған дұрыс. Оның үстінен 200 грамм айран және 120 грамм сұйық майды қоямыз. Сосын тағы да жарты минут араластырамыз. Айранның кез келген түрін пайдалана беруге болады. Енді ұнды мен алдын ала елістен өткізіп алдым. Осының үстінен жарты шай қасық содамен 1,5 шай қасық разрыхлитель, яғни қамыр қопсқыш салып, осын жақсылап араластырып, қазір осы сұйық массаның үстінен құйып, мен венчикпен араластырдым. Миксермен араластырса да болады, бірақ жан-жағына шашырап кететін болғандықтан, менің ыдысым кішілеу болғандықтан, осылай венчиктің көмегімен араластырып алдым. Жақсылап арасында іртіктер қалмас үшін ұзағырақ араластырамын. Ұнды 2-3-ке бөліп салдым. Сол кезде масса бірден түсіп кетпей, өз формасын сақтайды. Пирогты пісіргенде де тым пәс болмай, биік болып көтеріледі. Енді осы дайындап алған сұйықтығымызды, тестамызды қазір табамызға құятын боламыз. Таба менде 26 сантиметр диаметрі. Соны жақсылап жан-жағын майлап алдым да, астына пергамент қағазын төседім. Піскенде алынуы оңай болу үшін. Үстінен осылай тестамызды құйып алдық. Бетін жақсылап тегістеп, 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Пешті алдын ала қыздырып алдым. Одан кейін пирог салғаннан кейін 180 градусқа төмендетеміз. Осылай 45 минуттай қатты қыздырғанша пісіріп алдық. Енді бетіне осындай мен қазір крем дайындаймын. Бұл міндетті емес, жасамасаңыздар да болады. 2-3 ас қасық сары майға 2-3 ас қасық варенка қолдандым. Мендегі варенканың түрі осындай. Осыларды жақсылап қазір миксермен араластырамыз. Бұл кремді қолдану міндетті емес, қолданбасаңыз да пирог өте дәмді болып шықты. Мен әдемілік ретінде осындай кремді қолданып, қазір пирогтың бетіне жағып аламыз. Сары майды алдын ала ерітсеңіздер де болады. Мен жұмсақ сары майды қолдандым. Пісіп болған соң бетін ашпай, тағы да жарты сағаттай пештің ішіне суытып алдым. Одан кейін ғана барып, қазір бетіне крем жағатын боламыз. Жаңа айтқанымдай, пирог өте биік болып көтерілді. Дәл осылай жіберуге де болады. Немесе креммен әсемдік ретінде қонақ келгенде осылай жасасаңыздар да пирогыңыз әдемі және одан да дәмді болып шығады. Құрметті оқырман, егер де сіз менің каналыма әлі де болса тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша блогтың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Крем жағып алған соң бетіне ұнтақталған жаңғақты сеуіп шықтым. Бұл да әдемі түр беріп, әрі дәмін келтіреді. Мінекей пирогымыз дайын, кесіп көріп, балалармен бірге шаймен іштік. Өте дәмді болып шықты. Тез әрі оңай жасалады. Әсіресе бетіндегі кремі өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер. Видеомды соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз.